қандай тілек айтсаңыз да табанда орындалатын болып, бөлменің құпиялығын білген Қаламбек пен әйел Ойпаңгүл екеуі тонна ақшылармен әлемге әйгілі суреттер тілеп алып ойларына келген істейді. Әрі екеуінің баласы жоқ болғандықтан Ойпаңгүл бөлмеден бір бала тілеп алған болып, бірақ олар бала тілеп алғаннан соң барып, құпия бөлмеден тілеп алған нәрселерді сыртқа алып шықса күлге айналып кететінін біледі. Сондықтан олардың тілеп алған балаларда мәңгі бақи сыртқа шығуына болмайтын еді. Бірақ әр күні үйден шықпаған бала далаға шығып ойнауға қатты аңсар ауып, бір күні түнде Қаламбек пен Ойпаңгүл ұйқыға кеткен мезгілден пайдаланып далаға шығып кетеді. Ертесі таңертең Қаламбек пен Ойпаңгүл орнынан тұрып қараса, балалар бір тұндақ 20 неше жастағы жігітке өзгеріп кеткен болып, ол әрі-сәрі болмастан Қаламбек пен Ойпаңгүлге қарай нәген кезейді. Себебі бала құпия бөлмеден өзін тілеп алған Ойпаңгүл мен Қаламбекті өлтіріп тастаса ғана далаға шықса да ештеңе етпейтінін біліп алған екен. Баласының өздеріне нәген кезеп тұрғаннан қорыққан Ойпаңгүл майда сөзбен баланы алдап нәген тартып алмақ бола бергенде, Қаламбек балаға қарай атылып, екеуі арпақ-тұрпақ алыса кетіп еді. Қаңғыған жұдырық тиген Ойпаңгүлдің есі ауып, талып қалып, қайта есін жиса, күйеуі Қаламбек қасында тұрған болып, Қаламбек оған баланы далаға шығарып тастадым, ол әлдеқашан күлге айналып кетті деп еді. Ойпаңгүл далаға шығып баланың күлін іздегенімен таба алмай, Қаламбектің жаңағы айтқан сөзіне біраз күмәнданып қалады. Әрі Қаламбектің әрекеті мен сөз сөйлеу мәнері де өзгеріп кеткен болып, бұдан Ойпаңгүл тіпті күмәнданып, бұл адамның өз күйеуі Қаламбек екеніне сеніңкіремей қалады. Әсілі бұл Ойпаңгүлдің ойлағандай нақ Қаламбектің өзі болмай, қайта баласы құпия бөлмеден тілеп алған жасанды Қаламбек болатын. Ал нақ Қаламбек бұл кезде үйінде есін жиып қараса, Ойпаңгүл үйде жоқ болып, Қаламбек Ойпаңгүлді баламыз құпия бөлмеге алып кеткен болуы мүмкін деп ойлап, құпия бөлмедегі әлемге кіріп, орманды кесіп өткенде алдынан өзінің үйі сияқты бір үй көрініп, Қаламбек терезеден ішке кіріп, көп өтпей Ойпаңгүлді тауып алып, тезге тиейік деп ауыз жимастан тағы бір Қаламбек шыға келіп, ол да менімен жүр деп екі орталықта Ойпаңгүл бұл екеуінің қайсысы нақ Қаламбек екенін айырылмай тұрғанда, нақ Қаламбек Ойпаңгүлдің еркелеткен атын айтып беріп еді. Жасанды Қаламбек Ойпаңгүлдің қолынан ұстаған бойдан қашып, баспалдаққа келгенде орайдан пайдаланған Ойпаңгүл оны итеріп жіберіп, нақ Қаламбекпен бірге бұл жерден қашып кетпек болып еді. Бірақ олар қанша қашқандармен бір жерге айналсоқтап үйден мүлдем шыға алмай қояды. Әрі бұл кезде қолына пышақ ұстаған балалар да екеуін тауып алып, әй-шайға да қарамастан жетіп келіп Қаламбектің қарнына тығып алып еді. Қаламбек нақ майдында өліп, бала енді Ойпаңгүлге қол салмақ болып тұрғанда есік сыртында тағы бір Қаламбек пен Ойпаңгүл қашып бара жатқанын көріп қалады. Әсілі Қаламбек пен Ойпаңгүл баланы алжастыру үшін құпия бөлмеден тағы бір өздерін тілеп алған болып, жаңағы өлген Қаламбек тіленіп алынған жалған Қаламбек екен. Осылайда нақ Қаламбек пен Ойпаңгүл қашқаннан қашып отырып, құпия бөлмеден шығып өздеріне жетіп, сыртқа қашып шыға бергенде балалар қуып жетіп, тағы да Қаламбекке атылғанда, бұл жолы Қаламбек есікті аша сала баласын құшақтаған бойдан далаға шығып кетіп еді. Бала дереу орнынан тұрып үйге қарай жүгіргенде, Ойпаңгүл есікті жауып алып, осылайдан далада қалған баланың түрі барған сайын кәртейіп, ең соңында шалға айналып бір жерге жығылып күлге айналып кетеді. Осылайдан Қаламбек пен Ойпаңгүл бастарынан қорқынышты кешірмей өткізген соң, үйлерін тастап, басқа жерден бір үй сатып алып, жаңа өмірлерін бастап, көп өтпей Ойпаңгүл де жүкті болады. Фильм ұнаса ақша жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.